Армысыздар, құрметті көрермендер. Өздеріңізге белгілі ел президенті 2020 жыл 29 маусымда әкімшілік рәсімдік процесс кодекске қол қойған болатын. Енді сол кодекс 2021 жылдың 1 шілдесінен бастап қолданысқа енгелі отыр. Сондай-ақ республикамызда осы кодекс бойынша арыздарды қарайтын арнайы мамандандырылған әкімшілік соттар мен алқалар құрылуда. Осы кодекс жария құқығы аясында әкімшілік органның қабылдаған белгілі бір шешіммен келіспеген жағдайда арыз иесі мен әкімшілік органның арасындағы дауды шешу тәртібін реттейді. Әкімшілік орган өз іс-әрекетінің заңдылығын, келтірілген арыздың негізсіздігін дәлелдеу сол әкімшілік органның өзіне жүктеледі. Осы кодексте қолданылатын жаңа ұғымдар, жаңадан қалыптасқан қағидаттар, әкімшілік рәсімді қозғау, әкімшілік сотын жүргізу ерекшеліктері қарастырылған. Жаңа қағидаттарға келер болсақ, құқықтар басымдығының қағидатын алайық. Ол заңнамадағы барлық күмәндар, түсініксіз нормалар болған жағдайда арыз иесі пайдасына шешіледі. Сенім құқығын қорғау қағидаты болса, ол әкімшілік органның кінәсінен қабылданған заңсыз әкімшілік акт не әрекет арыз иесі үшін ауыртпалықты салатын салдарға алып келмейді. Бұнда келтірген шығынның орнын әкімшілік орган тарапынан толтырылады. Формальды талаптарды теріс пайдалануға тыйым салу қағидаты болса, бұнда әкімшілік органға республикамыздағы заңнамаларда белгіленбеген талаптарды, яғни формальды талаптарды арыз иесінен талап етуге тыйым салынады. Соттың белсенді рөлі республикамыздың процестік заңнамаларында алғашқы рет жаңа қырынан көрініс тапты. Судья әкімшілік істі қарау барысында алдын ала өзінің құқықтық пікірін білдіруге құқылы. Онымен қоса арыз иесіне қосымша материалдар мен дәлелдемелерді жинауға көмектеседі. Негізінен сот әділ шешім шығару үшін әкімшілік органның заңсыз әрекеттерінен қорғау үшін арыз иесіне жағдай жасайды. Арыз иесі әкімшілік органға жүгінгенде, онда әкімшілік орган міндетті түрде арызда көрсетілген уәжін арыз иесінен тыңдағаннан соң шешім қабылдайды. Ал ол салдар сақталмаған жағдайда әкімшілік акттың жойылуына алып келеді. Шығарылған шешіммен арыз иесі келіспеген жағдайда сотқа жүгінбестен жоғарыға тұрған органның шағымдану құқығы қарастырылған. Сол жоғарыға тұрған әкімшілік орган шағымды қанағаттандырмаған жағдайда арыз иесі сотқа жүгіну мүмкіндігін алады. Ал сотқа жүгінгенде арыз иесі өз құқықтарының, бостандықтары мен заңды мүдделерінің қорғау үшін өзіне белгілі болған уақытты, сондай-ақ келтірілген шығынның мөлшерін дәлелдеуге міндетті. Жаңа кодексте талап арыздың 4 түрі қарастырылған. Біріншісі, ең көп таралған түрі дау айту жөніндегі талап қою. Онда әкімшілік органның шығарған шешіммен келіспесе сол актіге дау айтады. Екіншісі, мәжбүрлеу туралы талап қою. Онда мемлекет тарапынан сұратылып отырған белгілі бір актіні тіркеуден бас тартса, арыз иесі мәжбүрлеу арқылы тіркеуді талап етеді. Үшіншісі, әрекет жасау туралы талап қою. Онда мемлекеттік орган тарапынан келтірген шығынның, зиянның орнын толтыруға байланысты арыз иесімен талап етіледі. Төртіншісі, тану туралы талап қою. Онда белгілі бір құқықтық қатынастардың болуын не болмауын растайтын фактілер танылады. Жоғарыда көрсетілгендерден басқа, осы кодексте жаңадан енген нормаларды ескеруге болады. Олар: әкімшілік істі қарау барысында соттың талабын, сұрау салуын орындамаған жағдайда, сот отырысына тараптар негізсіз себеппен келмеген жағдайда, сот отырысында төраға етушінің өкіміне бағынбаған жағдайда, сотқа құрметтемеушілік көрсеткен жағдайда, сот 20 айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде ақшалай өндіріп алуды қолдануға құқылы. Сондай-ақ бұл кодекске тараптар арасында әкімшілік процестің барлық сатысында татуласу, медиация немесе дауды партисипативтік рәсім енгізілді. Тағы бір ерекшелігі, сот актісінің орындалуын сот орындаушылар емес, бұнда соттардың өздері бақылайтын болады. Және де шығарылған сот актінің дер кезінде орындалмағаны анықталған жағдайда сотпен айыппұл салу институты енгізілді. Жалпы алғанда әкімшілік рәсімдік процесс кодекс халықтың үніне құлақ асатын ең негізгі әрі тиімді құрал ретінде алып қарастыруға болады. Республикамыздың заңдармен реттеліп қана
реттелмеген бөлігін реттеп қана қоймай, әкімшілік органдарды дұрыс жолға қоюға, халықтың мұқтаждығына назар аударуға бағытталған. Сіздермен болған Ақмола облысы Ақкөл аудандық сотының төрағасы Жандос Жетібаев.